Тұрмыстық зорлық-зомбылықпен күрес өмірімнің ажырамас бөлігіне айналды. Осылай деген полиция лейтенанты Жанар Құрманғалиева бүгінде отбасылық мәселелерді назардан тыс қалдырмайды. Қоғам тыныштығын қадағалайтын ол аталған қызметте жан-жарымен қатар жүр. Полиция күні қарсаңында сақшылармен тілдесіп қайтқан Алтынгүл Төлегенова тақырыпты жалғайды. Жанар ішкі істер саласындағы қызметін 2017 жылы Қарағанды экономикалық университетін тамамдаған соң бастады. Жастайынан әділеттілікті ту еткен бұл мамандықты кездейсоқ таңдаған жоқ. Оның пайымынша ішкі істер қызметі әрбір әрекетінде байып пен жауапкершілік талап етілетін сала. Қазір Жанардың негізгі міндеті де осы. Анығырақ айтсақ, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу және тұрғындар арасында құқықтық сауаттылықты арттыру бағытында жұмыс жүргізу. Маман бұл істі тек қызмет деп емес, қоғам алдындағы азаматтық парыз ретінде санайды. Ерекшеліктері әрбір жағдай жеке қарауды қажет етеді. Бізде эмоционалдық, тұрақтылық, шыдамдылық, сенімділік пен қарым-қатынасты орнату басты ерекшеліктер деп санаймын. Адам өмірін өзгертуге және қорғауға нақты үлес қосу мен үшін ол ең үлкен мотивация деп ойлаймын. Жанар өз ісінің шебері ғана емес, әріптестері арасында сыйлы, ұжымда беделді әрі тәжірибелі маман. Қатар қызмет істейтіндер оның сабырлы мінезін, іскерлігін және адамдармен тіл табыса білу қасиетін ерекше бағалайды. Қарағанды облысы Теміртау қаласында арнайы бастапқы оқу орталығында бірге сол жақта қызметті бастаған едік. Қызмет саласында өзін ұқыпты, тиянақты, салмақты қызметкер бола білді. Қазіргі жағдайда ол Сәтбаев қаласында полиция бөлімінде әйелдерді зорлық-зомбылықтау тобында жұмыс атқарады. Өзін жақсы жағынан танытып жүр. Айта кетейік, Жанардың жұбайы да осы салада, атап айтқанда жылдам қимылдайтын арнайы жасақ бөлінісінің аға инспекторы болып қызмет етеді. Бүгінде олар бір ұлды тәрбиелеп отырған жас отбасы. Қызметте қатар жүрген олар әуелгі байлық отбасы мен отанның тыныштығы дейді. Ал екінші басымдылық тәртіп пен тәрбиеде. Алтынгүл Төлегенова, Алматы телеарнасы үшін, Ұлытау облысынан.